Джип тур, оффроуд, охота, рыбалка жалпы қазір тренд болып жатыр, иә. Джиптармен көп саяхаттау, охотаға шығу. Енді оған қандай джип жарайды? Болмаса не істеу керек? Вот сол жайында қазіргі пост болады. Мынау сотый крузак, Land Cruiser 100. Бұл кәдімгі четко жүріп тұрған машина, бірақ бұл күнделікті жүріске жарайды. Оффроудқа, жаңағы тауларға шығуға, охотаға жүргенге ол өкінішке орай жарамайды. Жай аккуратно шығып барып келуге болады. Енді экстремально жүру үшін машинаны тиянақты, жақсы жасау керек. Біз не жасап жатырмыз? Сотый крузакқа 407, бұл 407 автомат, 105 емес, механика емес. Мынаның барлығы ауысты. Бұл жүріп тұрған, нормально істеп тұрған нәрсе. Передний редуктор 41-10. Просто кішкене несі бар, жаңағы ход бар, редукторда ауысты. Цафа, тормозной дисктар. Ең маңызды нәрсе, өте маңызды нәрсенің бірісі, ол тормозная система. Өйткені тау, тас, подъем, спусктар бар. Тормозной системаға өте мұқият болу керек. Сол үшін біз блок ABS-ті полный ауыстырып жатырмыз. И және тормозной суппорттар, тормозной дисктар цафасымен уже полностью кетті. Алдыңғы приводтарды тексердік. Приводтардың наружный гранаталар китайский болған екен, оларды ауысты. Пружина, амортизатор, нижний ауысты, ол усиленный подвеска салдық біз. Усиленный подвеска STR 8000 деген салдық. Новый редукторлар ауысты, раздатка ауысты. Короче, машинаны по жесткому дайындап жатырмыз ғой. Торциондар, торцион тоже усиленный салынып жатыр. Торцион. Енді ол көп жағдайда аса маңызды емес негізі торцион. Но сонда да ауыстырып жатырмыз. Себебі бізде мына болттары уже резбасы кетіп қалған, сол себептен бізде усиленный болтта соны салып жатырмыз. Сосын жаңағы шлангылар, охлаждение системалары, одан кейін мотордың үлкен температурада тауға шыққан кезде, төмен қарай түскен кезде қызып кетеді. Біз мына шлангылардың барлығын, охлаждение системасын түгел ауыстырып жатырмыз. Поддонда кішкене мокрет етіп тұрған екен, оны да сразу ауыстырып жібердік. Оған қоса бүкіл сальниктар, майда шүйде 2UZ, именно сотка крузактарда, LX470-де мынада трещина пайда болады. Бұлар кәдімгі жаңағы не жіберіп жатады. Угар жіберіп қалады шетіне, трещина берді. Ол коллекторларында ауыстырып жібердік. Сезонға машина, былайынша айтқанда, Алланың қалауымен 100%-ға дайын. Оффроуд дөңгелектер салынды, грязевой баллондар салынды бұған. О результат соңында шығады, Құдай қаласа. Сосын усилять еткен кезде көбінесе мына үстіңгі рычагты да усиленный салып жіберген дұрыс болады. Егер өз машиналарыңызды дәл осылай дайындағыларыңыз келетін болса, сразу айта кету керек, бұл арзан дүние емес. Арзан, бұл жерде китайский запчастар салынып жатқан жоқ, түгел барлығы оригинал салынып жатыр. Дәл осылай машиналарыңызды дайындап бере аламыз. Біздің Айдос бауырымыз бұл істе уже профессионал, бір емес бірнеше машиналарды жинап тастаған. Сол себептен өзіміздің де көлігімізді Айдосқа тапсырып, сеніп беріп отырмыз. Авторазбор, Арсенал Парts, біздің парақшаны қарап отырыңыздар, әлі қызықты контенттер болады.